Сәлем достар, сіздермен бірге Абай атындағы Шығыс Қазақстан облыстық әмбебап кітапханасы және Bookmix жобасы. Бұл Bookmix жобасының жүргізушісі мен Бауыржан Игілік. Өздеріңіз білетіндей, біз осы уақытқа дейін жобамыз бойынша өзіміздің елдің шетел жазушыларының қаншама әдеби кеңістігін, солардың еңбектерін таныстырып келген болатынбыз. Бүгінгі кезек біздің өзіміздің шығыс қазақстандық, өзіміздің Семей елінің үлкен қаламгері, дарынды ғалымы, үлкен этнографы және керемет музыканты біздің жерлесіміз Таласбек Әсемқұловқа түсіп тұр. Таласбек Әсемқұлов 1955 жылы Махаббаттың елі Аягөзде Таңсық деген жерде дүниеге келген болатын. Саналы ғұмырын музыка зерттеу саласына, әдебиет, тарих, этнография зерттеу салаларына және үлкен қаламгерлікке жұмсаған тұлға. Консерваторияны аяқтап, Бәйжігіт мектебінің күй лабораториясына кіріп, Бәйжігіттің қаншама күйін қайтадан зерттеп, біздің ұлттық музыка санатына қосқан үлкен музыкант. Сонымен қатар Кетбұғаның соңғы жорығы, Қондыгердің бірақ беттік тарихы, Аштық пен соғыс сынды тағы да басқа үлкен эссе, интеллектуалдық һәм ғылыми, тарихи негізде жазылған қаншама зерттеу еңбектерінің мақалаларының авторы. Ол мақалалардың барлығын сіздер Өткен KZ сайтына кіріп, сол жерден көріп оқуларыңызға болады. Сонымен қатар сізбен біз көгілдір экранынан көріп көңіліміз көншіп жүрген үлкен фильмдер, оның ішінде қазақтың даңқты сал серісі Біржан Сал фильмінің сценарийін жазған. Сонымен қатар біздің еліміздің үлкен бір қайраткер тұлғасы Құнанбай Өскенбайұлы туралы фильмнің сценарийін жазған Таласбек Әсемқұлов болады. Өздеріңіз жақсы білесіздер, өзіміздің тағы бір жерлесіміз Досқан Жолжақсыновтың режиссурасы және сол адамның басты рөл ойнауымен түсірілген біздің қазақ кинематографының тәуелсіз жылдарындағы үлкен-үлкен еңбектері осы фильмдер болатын. Ал енді біз өзіміздің жобамызға қарай келетін болсақ, Таласбек Әсемқұлов тек қана ғалым, тек қана музыкант, сценарист емес, сонымен қатар керемет дарынды қаламгер, жазушы. Әсіресе бұл кісінің өзінің өмірбаяндық жазылған Талтүс романы осы уақытқа дейінгі қазақ оқырмандарының аузынан түспейтін, қолдан қолға көшіп жүретін романдарының бірі. Сонымен қатар Тәттімбет сері, Бекторының қазынасы сияқты үлкен қадау-қадау шығармалары бар. Солардың барлығын сіздерге ұсынайық деп отырмыз. Және сөздің соңында айта кететініміз тағы бір біздің даңқты жерлесіміз, қазіргі уақытта Америка құрама штаттарында еңбектеніп жатқан Мұхтар Мағауиннің атышулы Көкбалақ романында осы Таласбек Әсемқұловтың әсерімен туған шығарма болатын. Ендеше біздің кітапхана қорымыздан келіп, Таласбек Әсемқұловтың еңбектерін сұрап оқуларыңызға болады. Кітапханаға келіңіздер, білім көкжиектеріңізді кеңейтіп тұрыңыздар.